Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 2-ші сыныптың 6-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші тапсырма балалар. Тиісті сандарды жаз. 7 ондық 2 бірлік бізде 72 саны болады. 9 ондық 8 бірлік 98 санына тең. 9 ондық 0 бірлік 90 болады. Соңғысы 6 ондық 2 бірлік 62 санына тең. Келесі екінші тапсырма балалар. Сандарды жаз. 47, 56, 62, 71, 98, 34, 29. Келесі үшінші тапсырма балалар. Сандардың жазылуындағы әр цифр нені білдіреді? Үлгі бойынша әр санда неше ондық, неше бірлік бар екен жаз. Үлгі беріліпті бізге балалар бұл жерде 21 санымен. 21 санында 2 ондық, 1 бірлік, немесе 21 бірлік бар. Және төменде бізге өзімізге есептеуге берілген екен сандар, соны бірге орындайық. 75, 48, 23, 95, 61. Осы сандардың әрқайсында неше ондық, неше бірлік бар екен балалар, бірге есептейік. 75 санында 7 ондық 5 бірлік, немесе 75 бірлікке тең. Келесі 48 саны 4 ондық 8 бірлік бар ішінде, немесе 48 бірлікке тең. Келесі 23, 2 ондық 3 бірлік, немесе 23 бірлік бар. Келесі 95 саны 9 ондық 5 бірлік, немесе 95 бірлік бар. Және соңғысы 61 саны 6 ондық 1 бірлік, немесе 61 бірлік бар. Келесі балалар 4-ші тапсырманың А нұсқасы. 69, 20, 47, 95, 38, 51 сандарының көршілерін жаз. Енді балалар 69 санын көршісін жазайық. 69 санына дейін 68 саны бар, және 69 санынан кейін 70 саны. Демек бізде балалар 68, 69, 70 деп жазылады. Келесі 20 санын жазайық. 20 санын алдында 19 сан тұрады, және 20 санынан кейін 21 деген сан тұрады. Демек бізде 19, 20, 21 деп жазылады. Келесі 47 санын жазайық. 47 санның алдында 46 сан тұрады, және 47-ның соңында 48 сан тұрады. Демек бізде 46, 47, 48 болады. Келесі 95 сан жазайық көршілерін. 95 санның алдында 94 сан тұрады, және 95 санның соңында 96 сан тұрады. Демек бізде 94, 95, 96 болады. Келесі 38 санның көршісін жазайық. 38 санның алдында 37, 38 санның соңында 39 сан тұрады. Демек бізде 37, 38, 39 саны болады. Келесі 51 санын жазайық, 51 санның көршілері алдында 50 саны болады, соңында 52 саны болады. Демек бізде 50, 51, 52 болады. Енді балалар Ә нұсқасы. 87, 60, 81 сандарының алдындағы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Бұл есепте балалар 87 санның алдында 86 сан тұрады. 86 саны разрядты қосылғышы 80 қосу 6. Келесі 60 санның алдында 59 сан тұрады. 59 саны разрядты қосылғышы 50 қосу 9. Келесі 81 санның алдында 80 сан тұрады. 80 санның разрядты қосылғышы 80 қосу 0. Келесі 5-ші тапсырма балалар. Сандарды салыстыр. 29 кем 31-ден. Бұл жерде балалар ондықтарына мән береміз. Ондығы 2, 29 санның, 31 санның ондығы 3. Демек 3 үлкен болғандықтан 31 артық 29-дан. Келесі 89 кем 91-ден. Бұл жерде балалар ондығына мән береміз. 89 санның ондығы 8 болса, 91 санның ондығы 9. 9 үлкен болғандықтан 8-ден. 91 саны артық 89-дан. Келесі 47 артық 43-ден. Бұл жерде балалар екеуінде ондықтары бірдей, 4 және 4. Бұл жерде енді балалар бірлігіне мән береміз.
7 деген бірлік артық 3-тен. Демек 47 артық 43-тен. Келесі балалар, 57 артық 56-дан. Бұл жерде де балалар ондықтары 5 болғанымен бірлігіне мән береміз. 57 санның бірлігі 7 болса, 56 санның бірлігі 6. 7 көп 6-дан болғандықтан 57 артық 56-дан. Келесі 64 және 58 саны. 64 артық 58-ден. Келесі 75 және 68 сандар берілген екен. Бұл жерде 68 саны кем 75-тен. Келесі 81 және 96 сандар тұр. Бұл жерде 96 саны артық 81-ден. Және соңғысы 31, 56 сандар берілген екен. Бұл жерде 56 саны артық 31-ден. Келесі балалар 60 есеп. 59 санының графикалық моделін құр. А тапсырмасы әр түсті шаршылар түрінде және Ә тапсырмасы әр түсті дөңгелектер түрінде. Бұл жерде балалар, мен сендерге А тапсырмасы бойынша әр түсті шаршылар түрінде жасыл және көк түсті таңдадым. Жасыл түсті шаршыдан 5 шаршы және көк түсті шаршыдан 9 шаршы құрастырдым. Балалар, мына жерде Ә тапсырмасы бойынша мен қара және қызыл түсті таңдадым. Бұл жерде қара түсті дөңгелектен 5 және қызыл түсті дөңгелектен 9. Графикалық модель құрастырылды. Келесі 7-ші есеп балалар. Зерттеу. Разрядтан аттамай, бір таңбалы сандарды қосудың қысқаша кестесін құра аласың ба? Кестедегі бос орындарға қосындының мәндерін қой. Қосу кестесінің көмегімен 8 бен 2 сандарын айырмасын мәнін қалай табады? Бұл жерде балалар ең бірінші қосудың қысқаша кестесін құрып алайық. 2 мен 2-ның қосындысы 4-ке тең, 2 мен 3-дің қосындысы 5-ке тең, 2 мен 4-дің қосындысы 6, 2 мен 5-дің қосындысы 7, 2 мен 6-ның қосындысы 8, 2 мен 7-дің қосындысы 9, 2 мен 8-дің қосындысы 10-ға тең. Келесі 3 пен 2-ның қосындысы 5, 3 пен 3-дің қосындысы 6, 3 пен 4-дің қосындысы 7, 3 пен 5-дің қосындысы 8, 3 пен 6-ның қосындысы 9, 3 пен 7-дің қосындысы 10. Келесі 4 пен 2-ның қосындысы 6, 4 пен 3-дің қосындысы 7, 4 пен 4-дің қосындысы 8, 4 пен 5-дің қосындысы 9, және 4 пен 6-ның қосындысы 10. Келесі соңғысы 5 пен 2-ның қосындысы 7, 5 пен 3-дің қосындысы 8, 5 пен 4-дің қосындысы 9, және 5 пен 5-дің қосындысы 10-ға тең балалар. Енді бұл жерде біз қосудың қысқаша кестесін құрып, кестедегі бос орындарға қосындысының мәндерін жазып шықтық. Енді қосу кестесінің көмегімен 8 бен 2 сандарын айырмасын былай табамыз балалар. 2 мен 6-ның қосындысы бізде балалар 8. Демек, 8-ден 2-ні азайтқанда 6 болады. Осылайша балалар 8 бен 2 сандарын айырмасы 6-ға тең екен. Келесі соңғы 8-ші тапсырма. Есепті шығар. Жараста 30 асық бар. Ол 10 асықты досына сыйлады. Жараста неше асық қалды? Ең бірінші балалар берілгенін жазып алайық. Бар болғаны 30 асық. Сыйлады 10 асық. Қалғаны белгісіз. Енді шешуінде балалар бар болған 30 асықтан сыйлап жүрген 10 асықты азайтамыз. Сонда 30-дан 10 азайтқанда 20 болады. Демек жауабы балалар жараста 20 асық қалды. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, тіркеліп алыңдар.